Бұл жоба қашаннан амалға асады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатыланың қабырғаларын ұстасын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік кодексте қаралған зейнетақы жүйесіндегі өзгерістерді түсіндірді, деп хабарлайды Қазақпарат. Қара әлеуметтік кодексінде зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға және зейнетақы төлемдерінің мөлшерін ұлғайтуға бағытталған бірқатар шаралар көзделген. Бүгінгі күні Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі қалыптасып жұмыс істейді. Оған базалық және ынтымақты зейнетақы, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемі кіреді. Соңғысы өздеріңіз білетіндей, азаматтардың зейнетақы жинағы есебінен қалыптасады. Сонымен бірге, ынтымақты зейнетақы жүйесі біртіндеп қысқарып жатыр. Өйткені оны тағайындау кезінде тек 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін, яғни жинақтаушы жүйе енгізілгенге дейін еңбек өтілі ескеріледі. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік кодексте көзделген зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралардың жаңа пакеті іске асып жатыр. Оны іске асыру зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға және азаматтарды зейнетақылардың сәйкес мөлшерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біріншіден, 2023-2027 жылдар кезеңінде ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін кезең-кезеңімен 54%-дан 70%-ға дейін жоғары мөлшеріне дейін, яғни ең төменгі күнкөріс шамасымен 100-ден 120% деңгейіне жеткізу көзделген. Осы кезеңде базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін көтеріледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.